Сол 2024 жылы нетпай менен Мунтега мырждетим тоюм берди. Атанам сол себеп. Рахмет, оларға көп. Жұмаханов ата рахмет. Соның арасында қызыл перзент болдым. Айдың себеплерге көрі кеншегі менен үшеуміз квартирада болып қалдық. Сіздердің аузыңыз біріккенін көріп қатты қуандым. Себебі өткен жылы Бунтаймен біргелікте Икрам деген жігіттің тойын берген кезімізде Қараөзек халқының 70% осы тойды көтерген еді. Енді осы Икрам деген жігіттің квартирада жүрген көріп қатты қиналдым. Hem de осыған бір 2-3 комната болса да баспаналы болуына өз үлесімді қосайын деп міне Қараөзекке келдім. Бүгінгі дәулетің ертең алыста, бәрі де өлшенер сынақ қарыста. Bir dostluk sözüm бар қызба алыспа, солған бір гүлге жан беріп гүлге, жетімге қол созып нан беріп гүлге. Қараөзектегі туысқандарым қарап тұрмаймыз деп жатырды. Нәтижені февралдың аяғына дейін, яғни айтқан кезінде я бірде ортасына дейін Рамазан айында осы инсанның я бірде планы тікленеді, я бірде жиналған пұлына үй алынады. Икрамна қарағазанды қайнату қалай отырды? Сонда көкелем зарластыру мекемесінің жұмыстама жүргенде. Сол айлығың менен бала шағаны теретіп отырсаң, квартира пұлдарды еплеп жетіп отпа? Болады. Қиналма, Құда қаласа халқымыз қарап тұрмайды. Тез арада қуанышты хабарларыңды өзіңнің үйің болады. Сол сіздерге де көп рахмет. Халыққа рахмет. Біздер тек себепші.